Мен Павлодар қаласының номер 35-ші жалпы орта білім беру мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Тоғай Мирас. Абайдың 19-ші қара сөзі: адам ата-анада туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілерін естіп білген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі ішке жарамайды. Сол естілікте естіп, жақсыны ескерсе, жаманнан сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді ескенде шайқақтап, шауықтанып, не саурап, зағырттанып, естсе не сол ескен жерде қайта қайрап сұрап ұғайын деп тұшынбаса, естіппей не керек? Мұндай сөзді елге айтқанша, шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен.